Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайлары жақсы ма? Ауыл аймақ бота тайлақ қаман есен ба? Қазір Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған елдердің тізімі шығарған екен бір ақпарат тарататын арна. Енді біз көп, мен енді шын өзім ең бірінші сол Түркия тәуелсіздікті мойындады екен деп ойлағам. Сөзден қате ойлап жүр екенмін. Бірінші Америка мойындаған екен, Франция, Монғолия, Ұлыбритания, мұсылман мемлекеттерінің ішінде бірінші болып қабылдаған Иран, одан кейін Түркия 17-ші болып қабылданған екен. Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған елдер қатарында. Одан кейін ең бірінші болып Қазақстанда елшілік ашқан Түркия екен. Бірінші болып мойындаған Америка екен. Әңгіменің ашығы. Одан кейін кешеден бері Трамптың сөзі кетті, ана ойын айтып жатыр, мына ойын айтып жатыр. Трамп енді айтты ғой. Зеленский ер жүрек екен, қасыққаны қалғанша соғысып жатыр. Осылай соғыса берсе, Украина тәуелсіздік алған кездегі жердің барлығын қайтарып алуға нақты күші жетеді деп. Осы жерде менің коллегам деп қойыншы, Назим Елоев деген шығыпты. Ол енді ойын айтты. Енді ол тәуелсіз журналист қой. Енді ол тәуелсіз журналист болған екен. Кезінде Рамазан Кадыровтың ағайындарымен оқыған екен, өзінің бір айтуы бойынша. Сол ойын айтып жатыр. Трамп неғып аяқ асты Украинаны Зеленскийді қолдап бастады дейді. Мен де негізі алдында айтқам, осы 4 жылдықта негізі Трамп соғысты аяқтап кетсе, осы 4 жылдықта, өзінің отырған 4 жылдығында, онда ол тарихта қалады. Енді Украинаны жеңдіріп аяқтап кетсе деген сияқты. Ол енді билікке келетінің алдында, ой, мен 100 күнде барлығын қатырам деген еді, бірақ оның айтқандай болмады. Енді мынау айтады, екінші дүниежүзілік соғыс болып жатқан кезде КСРО дейді, енді бұның бір айтқандарына мен келіспеймін. КСРО жеңіп бастағанда дейді, енді ол жерде КСРО германдарды жеңіп бастады дегенге, егер ол ақпараттарды бірақ Ресей кеңістігінде айтпайды дейді. Екінші дүниежүзілік соғыста фашист Германияны жеңген енді қазақтар, қырғыздар, орыстар бар, сол орталық Азия бар. Енді олар алға десе барып шауып айтыр. Ет болады, ет болып, ет болмайтыны оларды барып ет қылып жүрді. Сол кезде қаржылай және материалдық көмекті берген Америка екен енді. Енді интернетке жазсаңыздар шығады, енді орасан зор танкісі бар, киімі бар, киім кешегі бар, берсі бар, барлығын берген екен. Енді былай дейді ол. Трамп ойы өзгеріп қалды. Екінші дүниежүзілік соғыста фашист Германияны СССР жеңіп бастағанда дейді. Ол жеңіп бастаған жоқ. Ол кезде Америка көмектесіп барып жеңіп бастады. Енді оны айту бойынша былай. СССР жеңіп бастаған кезде Америка бізді сол жеңістен үлесімізді алып қалайық деді. Содан кейін көмектесті дейді. Енді Трамп тағы былай ойлап тұр дейді. Енді Трамптың кетуіне бір 2 жыл 2 ай қалды, қателеспесем. 2 жыл 2 ай. 2 жыл 2 айда осы соғысты бітіріп Украина жеңіп, Трамптың көмегімен жеңді деген, соғыс аяқталды деген атты тарихта қалдырып, оның кеткісі бар дейді. Одан неғып ол Зеленскиймен жолыққан соң, мен барлық ақпараттарға қанық болдым. Ресейдің жағдайы нашар екен. Ресей қағаз жолбарысы екен деді. Әңгіменің ашығы енді. Әңгіменің барлығын қыра береткен, іс жүзінде енді 3 күнде Украинаны жаулап аламын деген еді, 3 күнде жаулап алмады деп жатыр. Сөйтсе Назим Елоев айтады, біз неғып бүйтіп айтып шықты десеңдер, мен айтайын. Бірақ оның айтқаны, осы айтқаны дұрыс. Біз ақпараттық соғыста Украинадан жеңіліп жатырмыз дейді. Мысалға, российский ақпараттарды қарай берсең, уже басыңмен кіресің әңгіменің ашығы. Ол тыңдасаң, ой, Ресей қырып жатыр, Ресей жойып жатыр, Ресей Киевке барып шай ішейін деп қалды деген әңгіме айтады ғой. Ол айтады енді, ақпараттық соғыста жеңіп жатыр. Мені дейді, Путиннің жанына ақпараттық, қалай айтсам екен, Ресей мемлекетінің ақпараттық басшысы болады ғой енді. Соған мен тағайындаса, мен мына қазір ақпараттық соғыста, енді кәдімгі соғыста да Ресей жеңіліп отыр, мен бірақ ақпараттық соғыста жеңіліп, біз Трамптың алдында қауқарсыз күйде бардық дейді. Трамп содан кейін шешім шығар дейді. Болды уже. 2 жыл
айым қалды. Енді осы соғысты қайтсем де тоқтатып, Украинаның жерін қайтарсам, мен тарихта қаламын. Шынымен тарихта қалады. Ал бұдан кейін демократтар келіп қап, бұлар қазір республикашылар ғой, Трамптар. Демократтар келіп қалып, демократтар келсе, бірақ енді Путинді аямайды аңдар. Путинмен сөйлеспей қойған еді. Олар вообще Путинді ақпараттық кеңістікке шығармай, вообще кімсің демей қойған еді. Осы 1-2 жылы кеткенше соғысты бірыңғай қылып кетеді дейді. Болмаса дейді, Украинаның жеріндегі соғыс аяқталады дейді. Бірақ Польшада жалғасады дейді. Енді ол да біз білмейтін нәрсені білетін шығар. Бірақ Польшаға арандатушылық Польшаға қатты болып жатыр. Жалпы не болады деп ойлайсыздар? Бұдан кейін айтады, біздің кінәміз жоқ негізі дейді. Ол алдында да айтқан, біз Украина үшін соғысып жатырмыз деп қойды. Енді Украина үшін соғыса ма бар адамдарын қырып. Украина үшін соғысып жатырмыз біз. Украина халқын Еуродоктан қорғап жатырмыз деген әңгімені айтқан еді. Тағы айтып жатыр. Украина әңгіменің ашқасы полигон болып тұр. Бірақ оның айтқаны дұрыс. Украина қазір полигон болып тұр. Украинаның жартысы соғыс болып жатқан жағы. Шыққан жаңа қаруларды береді, атып сынақтан өткізеді. Өздерінің қаруында сынақтан өткізіп жатыр. Не болса да полигон болып тұр ғой енді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы.